Сәлем достар, Луиза Хидің 21 күнде бақытты болу курсының екінші күніне қош келдіңіздер. Екінші күн айнамен дос болу. Бүгін сіз айнамен жұмыс істеудің негізгі жаттығуларын бастайсыз. Бұл өзіңізге бұрынғыдай емес, жаңаша қараудың бастамасы. Бұл айнамен жұмыстың екінші күні ғана, ал сіз қазірдің өзінде өзіңізді жақсы көруді және өзіңіздің тамаша қырларыңызды байқап үйреніп жатырсыз. Бұл тәжірибе күн сайын қайталанғанда сіздің өзіңізге және өмірге деген көзқарасыңызды өзгертеді. Ішкі теріс сенімдер мен ішкі ойларды өшіруге көмектеседі. Біраз уақыттан кейін сіз жиі күле бастайсыз. Айнадағы бейнеңізге қарау жеңілдейді, ал аффирмациялар бұрынғыдай ақымақ көрінбейтін болады. Екінші күн айнамен жұмысқа арналған жаттығу. Бөлмедегі айна алдына келіңіз. Өзіңіздің көзіңізге тіке қараңыз. Атыңызды қолданып келесі аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені шынымен жақсы көремін. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз да қайта айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені шын мәнінде жақсы көргім келеді. Осы аффирмацияны күніне кем дегенде 100 рет қайталап отырыңыз. Иә, дәл солай 100 рет. Бұл көп болып көрінетін шығар. Бірақ шын мәнінде қиын емес, тек бастау керек. Күні бойына айна жанынан өтіп бара жатқан сайын немесе өз бейнеңізді көрген сайын ішіңізден келесі сөздерді айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені шын жүректен жақсы көргім келеді. Егер сізге мен сені жақсы көремін деген сөз айту қиын болса, бұл ең алдымен өзіңізді жиі сынайтыныңыздан немесе бұрынғы теріс сенімдерді қайталауыңыздан болады. Өзіңізді ұялтпаңыз, өзіңізге жұмсақ болыңыз, өзіңізді сынамаңыз, өз-өзіңізге қатысты ешқандай үкім шығармаңыз. Мен сізді осы жұмыс барысында күнделік жүргізуге шақырамын. Қысқаша болса да өз ойларыңызды, сенімдеріңізді жазып отырыңыз.